Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен керемет сусындардың бірі арбуздан жасалынатын лимонадтың түрімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал енді ең бастысы бізде қарбызды дәнегінен ажыратып, осындай блендерімізге қант және лимонның соғын және су қосып, барлығын жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Бетін жауып 2-3 минутта жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Құрамы да өте қолжетімді, қарапайым, ал дәмі өте өзгеше, керемет, жаз мезгілінде таптырмас сусындардың бірі болып табылады. Осылай блендерлеп алдық. Енді тағы да бір қолданатын нәрсе бұл жерде мұздың бөлікшелері. Міндетті түрде осы мұз бөліктерін пайдалануды ұсынамын. Лимонадыңызды одан да күштірек етіп дәмін беретін болады. Кез келген қонағыңызға да, балаларыңызға, отбасыңызға ұсынуға болатын ерекше және сондай дәмді сусындардың бірі. Міндетті түрде жасап көруді ұсынамын. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және отбасыларыңызды, балаларыңызды жаңа бір дәммен тамсандырып қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.